Сәлем достар, менің бір күндік емес, 3 күндік өмірімнен кішкене ғана қысқа метражды фильм болады. Бүгін қайнапкем үйіңе палау жеуге барамыз дегеннен кейін палау жасап, тез арада дайын болатын ачичук салатын жасап тастадым. Оған қызанақпенен қызыл дәріні ғана қосып, осылай тамақты дайындап алып бардым. Ата-апамның үйіне қарауылдап қайнапкем және қайным жатты. Сонымен барлығымыз палауды жеп болғаннан кейін ертесіне қайнапкем үйіме келіп, бәріміз бір машинаға көңіл сыйсап, бәрі сияды деп 12 адам болып, екінші үйге қонаққа келдік. Қой біз қыздар кетемі, әңгімелер болсыншы деп, тек қана қыздар жиналамыз деп ойлағанбыз ғой, шашлык жасаймыз деп. Сөйтсем, арасында жігіттеріміз де келіп кетті, менен темамыз өзгеріп кетті ғой, мейлі дедік. Сонымен әр семья 2,5 мың теңгеден шығардық та бір коробка толтырып, 13.500 теңгеге осындай окрашка алдық. Бұл бір керсен окрашка 4-5 семьяға беймарал жетіп, одан қалса үйлеріне алып кетті. Мына жақта екі қайным, әй, не өртеп атсыңдар деп келсем, әй женже, шашликтің жағдайын жасамаймыз ба, мангалдың үстіне көмірді салмаймыз ба, сөйтіп отты жағып күл жасамаймыз ба деді. Сонымен әй мейлі деді. Сонымен 3 сағат мариновкада тұрған окрашкадан жасалған шашлигімізді осылай қойып шықтық үстіне. Мына жақта тема әңгімелерге жазыр ғой, екі жақтың да әңгімелерін естейші деп, екі жақтама жүргенсің ғой. Соменен 2 литр емес 4 литр коланы әкеп алдық та, дайын шашликті балашаға беріп, мына жақтан мен үйге кіріп, шай демдеп, медовый тортты алып кеп, сонымен қараңғы түс қапты. Соменен барлығымыз енді арқа-жарқа болып, окрашкадан шашликті жеп, тойып, үйімізге қайттық машинаменен. Өз үйімді сағынып жүрген мен қайнапкемді алдымда ата-енемнің үйіне қарап жол тарттым. Өйткені бұлар мені әбден қорқытқан ғой, ойбай, әруақтар бар, анау-мынау бар деп. Сонымен күйеуім Қарағандыда болғандықтан осы үйге келіп қондым. Көшемізге түсті. Идеясын нені қозғады. Өлеңді күшті айттым ғой деп келе жатсам, жолда екі қыз келе жатыр. Давай, Нури, бұл өзіміздің көшенің қыздары екен ғой, үйге барда есікті, воротаны аш дедім. Ол солдат құсап бізге есікті ашып берді. Соменен ата-енемнің үйіне келіп, барлығымыз тапчанға ұзыннан ұзын, давай сыйсамыз, көңіл сыйған жерге бар сияды деп, масахананы тұттық та, сонымен улап-шулап қорықпай ұйықтадық. Ертесіне қайнапкем менен бұрын тұрып, таңғы шай дайындап қойыпты, компот жасап мына жақтан. Сонымен қой ят балар деп, екінші күні мен ұйқыдан тұрып, мен дайындап бердім. Мен деген енді келінмін ғой, ят болар деп, ата-енемнің үйінде жүрмін. Қой қайнапкеме бүгін дайын деп осылай пияз бен картошканы турап, үстіне жұмыртқаны салып жібердім да, зәлмен тұрып осылай қайнапкем бауырсақ пісірген екен, содан қалған қамырға бауырсақ жасадым да, дастарханды жайып жіберіп, барлығын шайға шақырдым. Сөйтіп тұрған уақытта Қарағандыдан ата-апаларымыз келіп, бәріміз арқа-жарқа болып, ура, мен өз үйіме келдім деп, осылай өз үйімізге келіп, өлем